Қаладағы кәсіпкерлік нысандарында тіл заңдылығы жиі бұзылады. Талап бойынша көрнекі ақпарат құралдары мемлекеттік тілде жазылуы тиіс. Осы орайда облыстық тілдерді дамыту басқармасының мамандары қоғам белсенділерімен нысандарды аралады. Оларға түсінік жұмыстарын жүргізді. Алғашқы нысан автобөлшектер дүкені. Мұндағы ақпараттың 80%-дан астамы орыс тілінде жазылған. Яғни Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы заңы өл деңгейінде орындалмай тұр. Мысалға, бір апта 10 күн сізге жете ме? Бір апта 10 күннен кейін қайта келіп тексереміз. Келістік па? Екі тілде болу керек, жоғарыда қазақшасы болу керек, немесе сол жағында қазақшасы, оң жағында орысшасы болу керек. Елек сауда үйінде де кемшілік барын көзі көрді. Мұнда баннерлерде мемлекеттік тілде ақпарат жоқ. Әкімшілік түсіндіру жұмысы кезінде аталған олқылықты бір айдың ішінде түзетуге уәдесін берді. 83 арендатора. Біздің сауда үйімізде 83 жалдаушы кәсіпкер бар. Оларға бұл жайында ескертеміз. Ғимарат ішіндегі ақпараттар мен хабарландырудың мемлекеттік тілде жазылуын назарда ұстайтын боламыз. Супермаркетте тауар атаулары екі тілде жазылған, бірақ жарнамалар мен анықтамаларда кемшілік бар. Кәсіпкерге заңның орындалу реті ескертілді. Тұтынушылар түсінік жұмысын жүргізген топтың ісіне қолдау білдіріп жатты. Дұрыс, қазақ тілінде де, орыс тілінде де болу керек. Меніңше қазақ тілінде болу керек. Қазақ тілінде болса, сол жеткілікті. Енді орыс тілінде енді үйренген адамдар, орыс тілді адамдар. Қазақ тілінде үйрену керек қой. Топ құрамында қоғам белсенділерінің айтуынша мұндай жұмыстар керек. Сонда ғана тіл туралы заңның орындалу көрсеткіші жақсарады дейді олар. Ең соңғы құлайтын қамал тіл дейді. Егер ол сол қамал құласа, онда ұлт жойылады деген сөз. Тіл бар жерде ғана ұлт бар. Тіл жоқ жерде ұлт болмайды. Болуы мүмкін емес. Сондықтан тілге жіті мән беруіміз керек. Сол жұмысты тиянақты тындырып, осы тілдің өзінің мемлекеттік деңгейіне көтерілуіне, өзінің тұғырына отыруына біз атсалысуымыз керек. Мониторинг топ түсіндіру жұмыстарын апта сайын жүргізеді. Мәселен, өткен жылы 7 мыңнан аса тексеріс болған. Нәтижесінде 4 мыңға жуық кәсіпкер өз қателіктерін түзетті. Бүгінде облыс бойынша көшелер мен елді мекендер атын қайта атау бойынша жұмыстар белсенді түрде жүріп жатыр. Қазіргі біздің жүргізіп жатқан түсіндірме жұмыстарымызды біздің халық дұрыс түсіну керек. Біз ешкімді халық арасындағы үдірісті туғызымыз келіп отқан жоқ. Біріншіден біз өзіміз қазақ жерінде тұрғаннан кейін біздің қазақ тілінде жазылу керек. Одан кейін барып өзге тілдерде жазылу бойынша. Және де оны біздің өзіміздің жергілікті ағайындарымыз сол сауда орталықтарына барып қазақ тілінде неге жазылмаған деп айқай шу көтерудің қажеті жоқ. Себебі біз толерантты қазақ еліміз, барлығын түсіндірме, ақылға сала, сараптап отырып жеткізу керекпіз. Біз сол бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Еске сала кетсек, Ақтөбедегі бірқатар тұрғын үй алаптарының атауы өзгертілді. Бұрын Нұрақтөбе деп аталатын шағын аудан қазір Есет Батыр деп аталады. Ал Заречный 1-2-3 тиісінше Көктем, Балауса, Жібек жолы деп өзгерді. Бұл жұмыстар биылда жалғасын табады. Дархан Мектепбай, Гүлдана Қаленқызы, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.